ежелден мал шаруашылығымен айналысып, көшпелі өмір салтын жүргізіп келе жатқан қазақ халқы үшін көліктің негізгі түрі жылқы болатын. Сондықтан жылқы жабдықтарын жасау халықтың өміріндегі ерекше орын алады. Жабдықтың негізгі бөлігі ер-тоқым. Қазақтың ер-тоқымның алуан түрі бар. Олардың негізгі айырмашылығы өндіру әдістері мен сыртқы түрі. Осы белгілеріне қарай олар қазақтың ер-тоқымы, шошақ бас ер, өткір басы бар ер, үйрек бас ер, үйрек басты ер, құранды ер, құрамдық ер-тоқым деген ұғымды білдіреді. Құрамдық ер-тоқым әдетте оңтүстік Қазақстанда, Қарағанды облысының шығысында және Ақмола, Қостанай және Алматы облыстарында оңтүстік аймақтарында кездеседі. Ағаш шеберлері ағаш бөліктерін 18-20 бөлігінен тұратын ер-тоқымды құрастырады. Күрделі ер-тоқымды жасау үшін тірек, джида, тал ағаштары қолданылады. Жұмсақ, бірақ төзімді болады. Құрамдық ер-тоқымның бөліктері сары және қара желіммен қосыңыз. Сары желім ағаш компоненттерінен, ал қара желім жануарлардың етіне жасалады. Маңғыстау түбінде және Ембі өзенінің жағасында тұратын қазақтарда қозы құйрығын еске түсіретін қозы құйрық ер деп аталатын ер-тоқымның түрі кең таралған. Қозы құйрық ер-тоқымда құрамдық ер-тоқыммен көп нәрсе бар. Бірақ бұл әлде де күрделі ер-тоқымның бір түрі емес. Бұл ер-тоқымның ерекше түрі. Қозы құйрық ер 5 бөліктен тұрады. Бұл қайын шоқтары. Бірақ сыртынан қарағанда ол құрамдық ер-тоқымнан аз ерекшеленеді. Бірақ дайындау технологиясы негізінен біріктіру, сондай-ақ безендіру айырмашылықтарымен елеулі байқалады. Ер-тоқымның бөліктері желім арқылы емес, шегелермен бекітіледі. Ер-тоқымның алдыңғы жағы қарапайым геометриялық өрнектермен безендірілген. Торғай және Ырғыз өзендерінің жағасында, сондай-ақ Көкшетау жерінде өмір сүрген қазақтарда үйрек бас ер-тоқым кең тараған. Үйректің басында ілгері шығыңқы шұңғырдай, басқа бұл түрден құрама ершіктен айырмашылығы жоқ. Ағаш қаңқа 4 бөліктен қайын бөренелеріне жасалған. Олар шегелермен біріктірілген, сондай-ақ бүкіл қаңқа дөрекі былғарымен немесе сафиямен қапталған. Ер-тоқым мыналардан тұрады. Отырғышының асты, киіз, тері жапқыш, тебенгі, үзеңгі, белдік, құйрық белбеу, көкірекш, қалындық көрпе, атқа арналған көрпе, кішкентай жастық, пот, шығыршық және тағы басқалары. Ат адамның қанаты деп қазақтың мақалында жарияланған. Онда терең ой мағынасы бар. Жылқы дархан даланың адал досы және серігі, жауынгер мен малшы болатынын өмірін барлық кезеңдерінде ерте балалық шақтан бастап ол бала ретінде толық ер-тоқыммен алғашқы айғырда сыйға тартқан кезде және қайтыс болғанға дейін марқұмның сүйікті жылқысы салтанатты оқ-дәрімен жабдықталып еске алумен салттың циклінде басты рөл атқаратын оның орынбасары ретінде қабылдаған. Кейде иесінің жан дүниесінің қос рөлін ат емес, оның әбзелдері мен ер-тоқымы атқарған. Бұл ат бейнесі мен оның әбзелдерінің ажырамас бірлігін көрсетеді.